Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Бүгін төртінші дәріс сары тажвид. Ғалымбек Тобашевтың. Сукун тақырыбы жалпы айта кетейін. Құранда сукун былай да келеді, және қарлығаштың құйрығы сияқты қиғашта келеді. Және вообще жазылмауы мүмкін мүлдем. Сосын 4 түрі бар жобамен. Иншалла осы сары тажвидті бітіргесін Құран оқып бастаған кезде ол туралы оған жетіп атсам да иншалла сабақ түсіремін. Әріптің үстіне қойылатын және оны алдыңғы әріппен жалғастыратын дөңгелек белгі сукун деп аталады. Егер әріптің үстіне сукун белгісі болса, онда харакатсыз тек әріптің өзі ғана дыбысталады. Оп-оңай. Яғни әріптің үстінде сукун болса, харакатсыз оқылады. Мимнің үстінде тұр. Ән, әу, әй, ин, ир, зиді. Дәл әріпі сукунды болған кезде қалқалы әріптерге жатады. Зиді тербеліп оқылады. Зиді, зин, дәу. Айынның осындай, кейбір әріптердің осындай сукун болған кезде сәл дыбыстаушы сәл кідіру керек болады. Себебі жылдам айтып кетуі мүмкін емес. Айын сияқты әріптерді. Дәу. Дум, зуды, зуқа. Қалқалы әріпі қоф сукун болған кезде қалқалап оқылады, қалқалы ережесімен. Дурчу. Ро әрпі сукунды, оның алдында бұл жерде жуан оқылады. Дәрсу. Бұл жерде де жуан оқылады. Дәусу. Дәуру. Ирми. Ирда. Ауфи. Уд'у. Адир. Арид. Арих. Асих. Адим. Аухи. Ирви. Дардаша. Аурофа. Ауроқа. Издароа. Осымен келесі шәдді деген осындай біздің ш әріпі сияқты жазылады. Әріптің үстінде келсе, екі әріп болып оқылады. Біріншісі сукунды, екіншісі харакатты болып. Қосарланып оқылатын әріпті білдіретін белгі шәдді деп аталады. Шәдді белгісі қойылған әріп екі әріп болып оқылады. Біріншісі сукунды болып, ал екіншісі харакатталып оқылады. Оп-оңай. Яғни біріншісі
сукунды болады, екіншісі харакатты болады. Әннә, әннә, нунның үстінде шәдда тұр, біріншісін сукунды оқыптық, ән, екінші харакатты, нә, ин, нә, әммә, әммә деп оқылады. Иншалла оған алда келеміз, ол ережелерге. Дәббә, дәббә. Қалқалы әріптер шәддада сукун болған кезде, егер шәддада қалқалы әріптер сукунды болса, қалқала болып оқылмайды, тек осы жерде оқылмайды қалқала болып. Кәдімгідей дәббә болып оқылады. Дәққа, дәккә, дәджә, руббә, әссә, рассә, әддәбә, әддәбә. Бұл жерде де қалқала болып оқылмайды. Себебі қалқалы әріптер шәддамен болған кезде шәддалы болып, және бірінші әріп сукунды болады ғой. Егер шәддада болса, қалқала әріптері қалқала ережесі болып тербеліп оқылмайды. Әддәбә деп кәдімгідей оқылады. Әссәнә, әддәбә, әссәнә, әуәбә, әуәлә, дәррачә, дәррачсә, дәуәха, дәуәдә, дәуәра, дуwinә, руwиһә, суwиҗә, суwиҗә. Егер зудан кейін тағы сукунды вау келсе, шәддамен бір у болып оқылады. Бір у, екі удың екі болып оқылмайды. Зу-ви-жә болып оқылады. Яғни зу деп сукунды болады, у-ви-жә деп харакатты болып ары қарай оқылады. Сосын мына шәдданың астында тұрса, кәсіра болады. Егер үстінде тұрса, фатха болады. Әуәдді, әзәрра, әраққа, изараққа, рауәда, руwиҗә, раддәдә, рауәда. Келесі тақырып, шәдда мен сукун оп-оңай дұрыстап түсініп алсаңыз болды, оны жаттап керек емес. Енді тәнуин тақырыбы ән, ин, ун. Екі сызықша болса ән болады, екі сызықша үстінде де, әріптің үстінде болса, екі сызықша әріптің астында болса ин болады. Бұлай келсе ун болады. Яғни дамма, даммадан кейін нун жалғанады. Фатха, фатхадан кейін нун, кәсіра, кәсірадан кейін сукунды нун. Осыны тәнуин деп айтады. Яғни ән, ин, ун. Араб тілінде есім сөздің соңғы әріптің үстіне қойылатын кәсірланған фатха, қосарланған фатха, қосарланған кәсіра, қосарланған дамма тәнуин деп аталады. Егер қосарланған фатха тәнуині жуан дыбысталатын әріптің үстіне қойылса, ән, ан, жіңішке дыбысталатын әріптің үстіне қойылса, ән дыбыстарын білдіреді. Қосарланған кәсіра тәнуині ин, қосарланған дамма тәнуині ун дыбыстарын білдіреді. Бұл жерде ескерту беріп қойған. Қосарланған фатхадан кейін алиф жазылады, бірақ оқылмайды. Мынаны осылай жазылса оқылмайды деген сөз. Оқымайсыз Құранда келсе де.
иншалла оған Аллах жеткізсін сол Құран оқу сабағына дейін. Яғни кәсра, фатха, дамма сияқты егер жуан әріпке келсе фатхасы жуан болады, жіңішке әріпке келсе жіңішке болады. Кәсрада солай, егер жуан әріпке келсе жуандау оқылады, жіңішке әріпке келсе жіңішке оқылады. Тәнуин даммада солай, егер жуан әріпке келсе даммасы жуандау болады, жіңішкеге келсе жіңішкелеу оқылады. Дәл солай. Нун, ән, ин, унның нундары кәдімгідей оқылады. Жуан жіңішке болып әзірше өзгермейді. Уәддән, роддән, дәуран, вирран, вирдән, визран, ثروان, ثأران, أداران, وثران, أرزان, إزران, زرادان, إثنين, أثنين, ثرين. Бұл жерде көрінбей тұр. Роның үстінде шәдді тұр. Шәддадан кейін астында не тұр? Ин тәнуині тұр. Кәсралы тәнуин. Thәрин, Рассин, Варақин, Дуалин, Саубин, Сурақин, Сурақун, Ирдабун, Әдабун, Әратун, Әθәнун, Фәуқун, Зәучун, Раудун деп осылайша жуан әріп келген кезде жуан оқылады, жіңішке әріп келген кезде жіңішке оқылады. Яғни дәл алдындағыдай, егер роның үстінде фатха болса, сол сияқты фатхалы тәнуин болса, ро жуан оқылады. Бұл жерде де фатхасы да жуан оқылады. Тәнуинмен де келген фатхасы, былай келген фатхасы да. Роддән, дау, рон жуан оқылып тұр, көрдіңіз ба? Жуан әріптер осылай жуан оқылады. Фатхасы, даммасы. Тәнуинде де келсе де, харакат болып келсе де, егер кәсірі харакат болып келсе де, тәнуин болып келсе де, былай келсе де, немесе кәсіра болып келсе де, тек жіңішке оқылады. Жіңішке әріпте келген кезде. Ал жуан әріпке келген кезде жуандау оқылады. Үшеуі де өзгеріп тұрады жуан әріпке байланысты. Жіңішке жуан әріпке байланысты. Мысалы, Рассин, сый, көрдіңіз бе? И деген жуандау шығады. Себебі мына жуан әріптер әсер етеді харакаттарға. Сурақин жуандау. Әратун, Әрадун. Ал бұл жерде жіңішке әріптерді арқайын өзіңізді қинамай спокойно оқи берсеңіз болады. Әдәбун, бин, зәубин деген сияқты. Дуалин, урзан деген сияқты жіңішке әріптерге келген кезде оңайлау.